Бүгін менің туған күнім ой бәлей, адамдар неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойғаны. 9 ақпан қазақтың ақиын ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Қазақ поэзиясында үлкен қолтаңба қалдырған Мақатаевтың өлеңін білмейтін қазақ жоқ шығар сірә. Ақынның туған күні қарсаңында номер 169 мектеп-лицей инспекторы 7 з сынып оқушысы Ермахан Кәусар назарларыңызға Мұқағали Мақатаевтың ең танымал үш бақытым шығармасын ұсынады. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай десе, кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келді-ақ отаумен. Түтін түтет, өсербі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста жақсылық көрмегейсің, от емес оқсырасаң мен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай арқа Алатауға.